Барлықтарыңызға сәлем, Перизат Сұлтан каналына қош келдіңіздер. Видеоны бүгін мен өте бір керемет өзімнің сүйікті жазушыма арнағым келеді. Бұл американдық жазушы, Сиэтл штатында тұратын Сара Джио. Яғни Сара Джионың соңғы шығарылымы андай сладко-горькая история деп аталады. Бұл кітаптың ерекшеліктерімен және де алуға тұрарлық па, тұрарлық емес пе, содан кейін сіздер өздеріңіз үшін шешім қабылдайтындарыңыз жайлы айтқым келеді. Бұл кітапты мен негізінде өзінің тақырыбына қарап очередной бір роман ба деп ойладым. Себебі менде мына жерде Сара Джионың 8 романы тұр. Көбісінен сыйлыққа беріп жүрдім. Мыналардың әрқайсысы бір жеке кино деп айтсам болады. Себебі өте керемет жазушы. Мен үшін батыс жазушыларының ішіндегі номер 1 Сара Джио деп айта аламын. Осылай міне кітаптарының барлығы менде бар. Осы кітаптардың барлығын оқып болғанмын. Және де мына кітапты мен алдым. Бұл кітапты мен басында білмедім. Тіпті бұл автордың өзінің жеке өмірі жайлы екендігін. Жалпы бұл кітапта Сара Джио өзінің жаңағы отбасылық өміріндегі қиыншылығы, жалпы бірінші өзінің отау құрған жарымен ажырасқаннан кейінгі өмірін жайлы жазған. Және бұл кітаптың бірнеше ерекшелігін атап өткім келеді. Әрбір бөлімнен кейін жалпы Сара Джио өзі тамақ әзірлегенді қатты жақсы көреді екен. Және әрбір бөлімнен кейін қандай да бір тамақтың рецепті, яғни ол өзі сүйіп әзірлейтін тамақтың сондай бір керемет формат. Және де бұл кітаптан сонымен қатар оның жаңағы ажырасудан кейінгі өмірі, өзінің өмірін ары қарай қалай ұйымдастырды, оған достары қалай поддержка берді, ол қай қалаларға барып қыдырды, және ол қалалардан қандай күшті ерекшелік таба білді, соның барлығы жазылған. Сонымен қатар бұл жерде жаңағы әйел адамына байланысты өзін қалай күтетіндігі, қалай тамақтанатындығы және өзінің балаларын қалай жалғыз басты ана ретінде қарағандығы, соның барлығы дерлік жазылған. Және өзінің кездесулері, сүйікті әндері, тіпті сүйікті фильмдеріне дейін жазылған. Яғни егер сіз бұл кітапты алғыңыз келсе, сіз өзіңіз бұрыннан Сара Джионы оқитын болсаңыз және автор ретінде оның әлемге деген көзқарасы шынайы қандай, оның шынайы реальный өмірі қандай, сол жайлы білгіңіз келсе, сондай бір автобиография сияқты оқығыңыз келсе, осы кітапты алуға кеңес беремін. Ал егер бұл кітапты қандай да бір қызықты роман деп ойласаңыз, онда қателесесіз. Мен бұл кітапқа 10-нан 6 балл берер едім. Себебі бұл кітап көбіне жаңағыдай осы бір автор жайлы, оның жалпы жеке қызығушылығы жайлы жазылған кітап. Сол, сіздер Сара Джионы оқығансыздар ма? Егер сіздерге қажет болса, Сара Джионың өзінің соңында 15 сүйікті фильмін берген екен. Сол кинолардың атауы сіздерге қажет болса, маған комментарийға жазыңыздар, және де мен сол кинолардың атауын сізге комментарийға жауап ретінде жазып жіберетін боламын. Рахмет, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Перизат Сұлтан.